балық аулап жүрген Петр, шәкірт болуға шақырылып, Исамен бірге жүрген Петр, сен мәсіхсің деп сеніммен мойындаған Петр, тас деген жаңа атқа ие болған Петр. Тас деген атының мағынасына сай мықты қауымдар тұрғызды. Бұл қандай керемет! Алайда осындай адам болғанға дейін көп рет өкініп көз жасын төкті. Бүгін оның өмірінің бір күні туралы айтсам деймін. Сол күні Иса шәкірттерімен бірге тамақ ішіп, дұға еткен соң, кенеттен келген бас діни қызметкер, ғибадатхананың күзет басшылары және ақсақалдардың қолына түсті. Исаны ұстаған адамдар үшін Исаның күнәсі қандай екендігі маңызды болмады. Сол себепте күнде Иса ғибадатханада болған кезінде оны ұстамай, қараңғы түскен кезде оны ұстауға келгенде, Исаны ұстап алған соң олар қандай күнә болса да оған жаппақшы болған. Исаға айып таққандар көп болды, бірақ нақты не үшін оны ұстағанын да білмеген. Иса ұсталып, басты діни қызметкердің үйіне жеткізілді. Адамдар Исаны қалай тексеретінін және қандай жаза алатынын көру үшін сол жерге жиналды. Әрине, Петр де сол жерге келген еді. Ауа райы суық болғандықтан ба, алаңда тұрған адамдар аула ортасында от жағып, жылынып тұрды. Бір-бірін танымайтын адамдар көп болғандықтан Петр отқа жақындап барды. Оттың жарығымен Петрдің бетін көрген қызметші әйел оған: «Сен де сол жерде жауапталып жатқан Иса деген кісімен бірге жүрдің емес пе?» деді. Сонда Петр: «Мен оны танымаймын» деді. Алайда оның сөзі мен істері күмән туғызды. Сосын басқа бір адам Петрге: «Жоқ, сенің де онымен бірге жүргеніңді көрген сияқтымын» деді күмәнмен. Абыржып қалған Петр: «Жоқ, мен емеспін. Мен сол кісіге еш байланысым жоқ» деді. Содан тағы басқа біреу: «Сенің тіліңде галилеялық қой. Шынымен сен Исамен бірге болдың» дегенде, енді Петр ашумен: «Сенің не айтып тұрғаныңды түсінбеймін» деді. Сол сәтте әтеш шақырды. Сонда жала жабылып, айыпталып жатқан бір бөлмеде тұрған Иса Петрге бұрылып қарады. «Ойбай, мен не істедім?» деп абыржыған Петр есінен адасқан адамдай сыртқа жүгіріп шықты. Тек бірнеше сағат бұрын Петр Исамен бірге түрмеге де, өлімге де баруға қорықпаймын деп батыл сөйлеген еді. Әйтсе де ол көп ұзамай біреудің сөзіне бола шайқалып құлады. Сол күні Петр қаланың қабырғасын ұстап тұрып жылай берді. Мүмкін біздің сеніміміз де Петрге ұқсас шығар. Бірге отырып, бірге бас қосып сыйынып, дұға етіп мадақтағанда, яғни атмосфера жақсы болған кезде, бізде Петр сияқты Исамен бірге боламын, өлім аузында да Исаны тастап кетпеймін деп айтуымыз мүмкін. Алайда сол ыстық сезім өшіп қалса, кішкене нәрсеге бола, маңайдағы адамның жай ғана бір сөзіне бола құлау біздің күнделікті өміріміз. Балалар, Исаға сену деген нық шешім қабылдау арқылы ғана келетін нәрсе емес. Иса да былай деген: «Азғырылмау үшін дұға етіңдер. Сондықтан менің сенімім мықты» деп мақтанудан гөрі: «Ием, мен әлсізбін, көмек бере гөр» деп дұға етейік. Сонда сенемін деп шешім қабылдайтын сәтте де, күнделікті өмірімізде де Иса бізге көмектесетін болады.